Paytaxtımızдағы Dostluk kanalı boyunda әділдік сейілі ilajlari çölkemleştirildi. Nöbеттегі репортажымыз ayni sorundan tayarlangan. Ең дәслеп денсаулықты сақтау министрлігі қызметкерлері, спорт министрлігі спортшылары, қорғану басқармасы оркестрлері сондай-ақ Milliy gvardiya қызметкерлерінің қатынасуында саламатлық үшін 5000 қадам акциясы çölkemleştirildi. İlajlar davamında әскери шығулар, құқықты қорғаушы органлардың автотранспорт һәм қызмет құралдары көргізбесі, спорт ilajlari, қол өнері үлгілері көргізбелер де болып өтті. Әлбетте бұл болса өз орнында жастарды ватансүйгіштік рухында тәрбиялауда жүдә ахметлі. Сондай-ақ бұл жерде жастар тарапынан соның ішінде майыплығы болған жастар тарапынан қол өнері тикарында жаратылған өнермендердің арнаулы құралдары, күнделікті тұрмыста пайдаланатын аспап үскенелерінің көргізбесі, Баркамал аулат балалар орайында тарапынан реңді сурет таңлауы, спорт министрлігі тарапынан жастар арасында спорт ilajlari çölkemleştirilip атырды. Соның менен бірге теңлесімге құқи жәрдем. Менің мақалемде жинаят болмайды һәм осыған ұқсас басқа да темаларда ilajlar çölkemleştirildi. Өткерілген көшпелі қабылдау давамында мемлекеттік қызметлер һәм бұқаралық халатларын актілестіріп жазу тарауына тиеслі болған 20-дан аса мұражатлар орнында шешілді. Yoshlarni bevosita bandligini ta'minlash maqsadida Mehnat vazirligi, bandlik kambag'allik qisqartirish vazirligi bilan birgalikda bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari o'tkazilyapti. Shu bilan birga madaniyat xodimlari tomonidan bevosita madaniy tadbirlarimiz o'tkazildi. Bu tadbirlarimizni davom sifatida uzviy davom ettiramiz. Har payshanba kuni yoshlarimiz bilan bevosita uchrashuvlar, ularning muammolarini eshitib, masalalariga yechim topishga bor kuch-g'ayratimizni safarbar qilamiz.